Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге оригинал рецептпен медовик тортын пісіретін боламыз. Ал егер рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Достарыңызбен бөліссеңіздер де болады. Бізге қажетті заттар описаниеде жазып қалдырамын. Un, сары май, 2 жұмыртқа, 100 мл сүт, 150 грамм шекер, 1 шай қасықта сода, сливки, бал, сахарная пудра және де 1 шай қасық соданың дәмін кетіру үшін 1 шай қасықта уксус керек болады. Ең алдымен 4 ас қасық балды отқа қойып, одан кейін оған соданы саламыз. Соданы салған кезде осындай реакция беріледі, көпіршіктенеді, кейін тоқ қоңыр түске енеді. Енді басқа ыдысқа 2 жұмыртқаны салып, оны венчикпенен жақсылап араластырамыз. Араластыру барысында 150 грамм шекерді бөліп салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Енді осы қоспаға бөлме температурасындағы 250 грамм сары майды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Венчиктің араластырғыштың көмегімен 2 немесе 3 минуттай жақсылап араластырамыз. Енді бұл қоспаға жаңағы табақтағы балды қосамыз. Енді қоспамыздың түрі қою, қоңыр түске енді. Бұл қоспамызға енді 4 ас қасық сүтті қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді бұл қоспамызға алдын ала електен өткізген ұнды қосып, араластырып аламыз. Ұнның барлығын бірден салып жіберместен, бөліп, 2 немесе 3 бөліп қосамыз. Міне біздің қоспамыздың қоюлығы осындай болу керек. Бұл қамырды 15 минутқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Мұздатқышта 15 немесе 20 минут өзіне келген қамырды алып, ұн сеуіп, енді оны елгезерден өткізген ұннан себе отырып, жақсылап қамыр илейміз. Медовик торттың әдемі шығуы, жұмсақ болып шығуы осы илеген қамырымызға байланысты болады. Ұнды көбірек сеуіп, енді жұмсақ қоймалжың қамырды үстіне салып, қолымызбен жақсылап араластырып, қамырды илейміз. Жай-жаймен араластыра отырып, қолға жабысатындай қамырды әп-әдемі етіп, қамыр етіп илейміз. Міне қамыр дайын болды. Енді оны теңдей 5 бөлікке бөлеміз. Жұмсақ қоймалжыңнан міне осындай қамыр дайындап аламыз. Бұл қамырды
теңдей 5 бөлікке бөліп аламыз. Енді бұл қамырды теңдей 5 зуалашаға бөліп, зуала етіп жасап қоямыз. Енді осы жұп-жұмсақ 5 зуалашаны пергамент қағазына жайып, пешке 5 минуттан пісіріп аламыз. Міне менің пергамент қағазын үстіне қамырды қойып, енді оны себелеп отырып, оқтаумен жайса да болады, немесе қолмен жайлап баса отырып жаюға да болады. Өйткені қамыр жұп-жұмсақ. Енді осы пергамент қағазменен жаймен алып, қамырдың үстіне форманың көмегімен сызық сызып қоямыз. Корждарымыз дайын болған кезде, міне 5 коржымыз дайын. Оның шет-шетінен алып, блендерден майдалатып өткізіп аламыз. Бұл кремнің үстіне қойып, торттың бетін әрлеуге қажет болады. Енді бөлек ыдысқа шұңғылдау ыдысты алып, оның ішіне сливкиді құйып аламыз. Енді шұңғылдау ыдысқа біз торттың кремін жасап аламыз. Ол үшін шұңғылдау ыдысқа сливкидің барлығын қосып, оның үстіне 4 ас қасық сахарная пудрадан саламыз. 4-5 минут араластырған соң крем өзі қоюланып, дайын болады. Оны енді корждарды жинап, тортты жинақтауды бастаймыз. Бірінші коржды қойып, 3 ас қасықта кремінен жағамыз, және де екінші коржды қоямыз. Оның да үстіне 3-4 ас қасық қосып, жағып, әрлейміз. Міне тортымыз дайын болуға шақ. Енді оның үстінен жаңағы блендерден өткізген ұнтақталғанын саламыз, бетіне себелеп шығамыз. Біркелкі етіп сепкен соң, енді жан-жағына жабыстырып, себелеп, жабыстырып шығуға болады. Ең соңында қолда бар жидектерден пайдаланып, әсемдеуге болады. Мен құлпынайды пайдаландым. Құлпынай жидегін 2 бөліп қойсаңыз да әдемі шығады. Міне тарелкеге салдым. Ас болсын. Видеоны көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.